Сәлем, Дарина, не істеп жатырсың? Менің әжемнің туған күні. Ол кісіге сурет салып сыйлық жасағым келіп тұр. Мә саған, осыншама сурет салып тастадың ба? Иә, бірнешеуін салып, ең жақсысын таңдамақпын. Маған мынау ұнап тұр, өте әдемі әрі ерекше. Қандай қаламмен салып жатырсың? Фломастерлермен салып жатырмын. Түрлі түсті қарындаштарға қарағанда олардың түсі қанық. Мен өте ашық және қанық сурет салғым келеді. Иә, қолыңнан келді. Ал осы фломастерлердің түстері неге ашық болады? Фломастерлердің ішіне сіңдіргіш деп аталатын сырық салынған. Сіңдіргішті синтетикалық талшықтардан жасап, сиялармен толтырады. Сия жазып жатқан қалам ұшына ағады да, содан қанық түстер пайда болады. Түсінікті. Ал маркерлер мен фломастерлердің айырмашылығы қандай? Ешқандай айырмашылығы жоқ. Ай, дұрыс емес. Олардың айырмашылығы тек атауында. Әйтпесе олар бірдей. Ал мәтін айқындауыштар ше? Жан, ал сен мәтін айқындауышпен сурет салып көрдің бе? Жоқ, ешқашан салып көрмедім. Тек мәтінді сызып көрдім. Қызықсың ғой, мә, салып көр. Жарайды. Қызық екен. Фломастер сияқты сурет салады, иә? Иә, дәл сондай деп айттым ғой. Тек пішіндері әртүрлі. Түсіндім. Олардың атауы мен пішіндері әртүрлі болғаны ғой. Доғал шапалақ, жарайсың, дұрыс таптың. Жарайды, енді қойшы. Жай бұл туралы бұрын ойланбаппын. Ал бұдан басқа ерекше фломастерлер бар ма? Иә, бар. Ғарыш қаламы деп аталады. Бұл фломастерлерді орбитадағы ғарышкерлерге арнап жасаған. Ол ауа температурасының үлкен өзгерістерінде де жаза береді. Тіпті сулы қағазға, пластиктерге де жазады. Мәссаған, фломастерлер туралы мұнша ақпаратты қайдан білесің? Балалар, бүгін біз сандарды санаймыз және салыстырамыз. Ол үшін мына бір суреттерге назар аударыңдаршы. Нені көріп тұрмыз? Қандай заттар екен? Кәне, әрі қайсына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші бұл бізде тиындар. Кәне, санайықшы, нешеу екен? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Неше тиын бар екен? 4. Ал тиындар не жейді? Білесіңдер ме? Иә, олар орман жаңғақтарын жейді екен. Орман жаңғағы нешеу? 3. Балалар, енді жаңғақ пен тиындарды қосып санайықшы, барлығы нешеу екен? Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Барлығы неше болып қалар? 7. Жақсы. Енді бізде тиын көп пе, әлде жаңғақ көп пе? Кәне, дұрыс айтасыңдар, тиындардың саны көп. Неше тиынға көп, балалар? 1 тиынға, дұрыс айтасыңдар. Ал 1 жаңғағымыз бізде кем. Жақсы. Енді мына бір суретке назар аударайық. Бұл қонжықтар. Қонжықтардың саны нешеу? 2. Балалар, ал қонжықтар, аюлар нені жақсы көреді? Білесіңдер ме? Иә, олар балды жақсы көреді. Ал балдың салынған бөшкелер бізде нешеу екен? Онда санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Нешеу екен? 5. Енді барлығын қосамыз. Неше болады, балалар? 2 қонжық, 5 бөшкені қоссақ, 7. Өте тамаша, жарайсыңдар. Енді балалар, қайсысы көп? Қонжықтардың саны көп пе, әлде бөшкелердің саны көп пе? Дұрыс, бал салынған бөшкелердің саны көп. Таңбамызды қай жаққа қарай қаратам, балалар? Дұрыс, бал салынған бөшкеге қаратамын. Енді неше бөшкеге артық, балалар? Қонжыққа қарағанда. Иә, 3 бөшкеге артық. Ал мына жерде қонжығымыздың саны аз. Келесі балалар суретте тау арқары. Тау арқары өздерін көріп тұрғандай біреу. Иә? Ал тау арқары бізде балалар немен қоректенеді? Олар бізде бұталармен, шөптермен қоректенеді екен. Енді біздің бұталарымызды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бұтамыз бар. 1 тау арқары бар. Енді қосамыз. 6-ға 1-ді қоссақ неше болады? 7. Жарайсыңдар, балалар. Не істейміз, балалар, енді?
кәне маған көмектесіп жіберіңдерші. Иә, салыстырамыз. Бұл жерде балалар бізде тау арқары көп пе, әлде ол жейтін бұталар көп пе? Иә, шөптің, яғни бұталары көп. Енді мен таңбамды бұталарға қаратамын. Жақсы, енді санайықшы. Бұталар нешеуі артық? Яғни 5. Иә, кәне көмектесеміз. 5 бұтаға артық. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді біз қай жануар нені жейтінін, нені жақсы көретінін білдік және салыстырдық. Жарайсыңдар балалар. Жан, мен мына суретті сыйлайтын боп шештім. Иә, басынан ақ осы суретті таңдаған едім. Маған да осы қатты ұнады. Әжемнің теңізге барғанын қалаймын. Бұл жерде ойымыз бір жерден шықты. Дарина, ал мынау не? 40 буын ғой, тәжірибе жасайтын боламын. Қызық, қандай тәжірибе жасайсың? Менімен бірге тәжірибеге қатысқың келе ме? Сен соны да сұрап тұрсың ба? Әрине қатысқым келеді. Міне мына майлықты ал. Мына жерде сызықтарды сызбаппын ғой. Жан, ана фломастерлерді алып сызықтарды аяқтап тастай аласың ба? Жарайды. Міне мына жерде 5 сары сызық бар екен. Қане, олар жетеу болсын. Оп, оңай. Онда бір сызық, міне екіншісін сызамыз. 7 болды. Ал мына жерде тағы 2 жасыл түс болу керек. Жасылдан 6 болсын. Онда тағы да 4 керек деген сөз. Міне сонда 2 қосы 4 тең болады 6. Және 1, 2, 3, 4. Міне 4 қызыл сызық болды. Қане, онда қызыл түстен 5 болсын. Онда тағы біреуін саламыз. Дайын. 5 сызық болды. Енді фломастерді жауып, оған мына майлықты ора. Сызықтарын ішіне қаратасың. Жарайды. Міне айналдырып жатырмын. Айналдырамын. Дайын. Енді екі жақтан ортасына қарай ығыстыр. Қане, солай жасайсың. Дұрыс, жарайсың. Енді маған бер. Міне, қара. Мәссаған! Олар қозғалып жатыр ғой. Ап-анық айқын болды. Мәссаған! Иә, нағыз сиқыр десеңші. Тәжірибе іске асты. Достар, ал сендер қандай тәжірибе жасадыңдар? Бізге айтуды ұмытпаңдар. Сондай қызық, біз сіздерге сәттілік тілейміз. Сау болыңдар.